Саламатсыңдар ма балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жануарлардың тіршілік ортасының өзгеруі. Бүгінгі сабақта жануарлардың тіршілік жағдайы неліктен өзгеретінін білесің. Тіршілік жағдайының өзгеруі жануарларға қалай әсер ететінін түсінесің. Сабақта қолданылатын тірек сөздер: құрғақшылық, су тасқыны, батпақтану. Бәсеке. Балалар, сендер бәсекенің не екенін білесіңдер. Яғни жануарлар, құстар өздерінің мекені, қоректері үшін бәсекеге түседі. Суреттерде бейнеленген жануарлар қайда тіршілік етеді? Олар бір-бірімен не үшін бәсекелеседі? Егер жануарлар үйреншікті мекенінен айырылса, не болады? Сендер суреттен, экраннан қарақұйрық пен құланды көріп тұрсыңдар. Қарақұйрық пен құлан далада, ашық кеңістікте тіршілік етеді. Құстар орманда, бақтарда тіршілік етеді. Олар өздерінің мекендері үшін, қоректері үшін бәсекелеседі. Біздің ғаламшарымызда табиғаты ерекше жерлер өте көп. Сендер экраннан әсем табиғаттың суретін көріп тұрсыңдар. Міне осындай керемет табиғатта өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы, шалғындықты су алып, көлдің түбі ластанса, ол жер батпақтанады. Осының бәрі тірі ағзалардың тіршілік жағдайын өзгертеді. Шалғындық батпаққа айналса, оны мекендеушілер қоныс аударуға мәжбүр болады. Бұл олардың санының азаюына әкеліп соғады. Есесіне, батпақты мекендеушілердің саны артады. Тіршілік ортасы ауысқанда әрқашан осындай өзгерістер болады. Сонымен қатар, тірі ағзалардың тіршілік ету жағдайының өзгеруіне климатта, күн райы да әсер етеді. Мысалы, ұзақ уақыт жаңбыр жаумаса, күн қатты ыстық болса, құрғақшылық басталады. Ал керісінше, жауын-шашын үздіксіз әрі мол жауса, немесе қар мен мұз күрт ерісе, су тасқыны болады. Осылайша, тіршілік ортасы ауысып, әрқашан осындай өзгерістер орын алып отырады. Экрандағы сызбаға мұқият назар аударамыз. Батпақтанудың салдарынан көл мен шалғындық батпаққа айналуы мүмкін. Су тасқыны кесірінен саванна көлге айналып кетуі мүмкін. Құрғақшылықтың әсерінен саванна шөлге айналуда мүмкін. Осылайша, жануарлардың тіршілік ортасы өзгеріп, жануарлар өз мекенін тастап, басқа жерге ауысады. Жануарлардың тіршілік ортасының жағдайы өзгерсе не болуы мүмкін? Кестеге мұқият назар аударамыз. Сендер экраннан киікті көріп тұрсыңдар. Киік дала мен шөлді жерде тіршілік етеді. Олардың тіршілігі қалай өзгереді? Мысалы, су тасқынының әсерінен олардың тіршілігі өзгереді. Мысалы, дала мен шөлді жерді су тасқыны алып кетсе, олар киіктер қорегінен, өз мекенінен айырылады. Екінші, құндызды көріп тұрсыңдар. Құндыз су қоймаларда тіршілік етеді. Су қоймалар батпақтанып кетуі мүмкін. Сондықтан да құндыздар өзінің қорегінен, мекенінен айырылып, олардың тіршілігі өзгереді. Үшінші, түлкіні көріп тұрсыңдар. Түлкі дала мен орманды жерде тіршілік етеді. Құрғақшылық болса, түлкілер қорегінен, мекенінен айырылып, өздерінің тіршілігін өзгертеді. Тіршілік ортасы ұзақ уақыт құрғақшылықтың әсерінен жануарлардың тіршілігі өзгереді. Батпақтың әсерінен де жануарлардың тіршілігі өзгереді. Мысалы, сендер экраннан түлкіні көріп тұрсыңдар. Түлкінің тіршілігі өзгерсе, олардың өздерінің түстерін де өзгертуі мүмкін. Мысалы,
түлкінің қызыл түсі қоңырқай сұр түске айналуы мүмкін. Ал көлде тіршілік ететін батпақтың түсі жасыл болса, батпақта тіршілік ететін бақалардың түсі қоңыр түске айналады. Естеріңде болсын, құрғақшылық, су тасқыны, топырақ пен ұсақ су қоймалардың батпақтануы жануарлардың үйреншікті тіршілік жағдайын өзгертеді. Ойлан, жер бетінде басқа жануарларға қарағанда бунақ денелілер көп. Неліктен? Бунақ денелілер ғаламшардың кез келген түкпірінде таралған жануарлардың ең үлкен тобы. Бунақ денелілерге қоңыздар, шыбындар, масалар, көбелектер, бал аралар, құмырсқалар, инеліктер жатады. Бұлар жер бетінде жорғалап, ауада ұшып жүріп тіршілік етеді. Кейбіреулері суаршын, су қандала, су шалқақ, суда өмір сүреді. Адам мен жануарларда паразиттік жолмен тіршілік ететін бүрге, бит, қандала және топырақ астында тіршілік ететін бұзаубас түрлері бар. Бунақ денелілердің зияны: олар ауру таратады, ауыл шаруашылығына зиянын келтіреді, жеміс жидектерге, көкөніс дақылдарына зиян тигізеді, үй жиһаздарына да, азық-түлікке де зиянын келтіреді. Жер бетінде барлық жәндіктер жойылып кетсе не болуы мүмкін? Егер жер бетінде барлық жәндік атауы жойылып кетсе, далалар мен ормандар, гүлге тұнған шалғындықтар адам танымастай өзгереді. Сөйтіп біртіндеп барлық гүл атаулы жоғалып, біздің көзіміз ондай құлпырған әртүрлі әсем гүлдерді көріп қуана алмай қаламыз. Көптеген құстар жоғалып, орман, тоғай, өлі, қараңғы түнекке айналар еді. Жер беті біртүрлі гүлсіз, иіссіз өсімдіктердің шөліне айналар еді. Ал тіршілік иесі адамзат болса, қуанышсыз, мардымсыз өмір кешері анық. Сондықтан біздің тілегіміз жер бетіндегі барлық жәндіктер, мейлі ол жақсы болсын, жаман болсын, тіршілігін жоймасын. Оларды қорғау біздің міндетіміз. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.